Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Болашақ корпоративтік қоры. Жоба демеушісі IT Group холдингтік компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears. Көліктер үште енді бұл керемет балаларға арналған фильм. Ересектерді көруге болады, өйткені бір өмірдің бір табиғи заңдылықтарын көреміз. Ол деген алға деген ұмтылу, бір арман қойып, бір жоспар қойып, бір мақсат қойып, сол мақсатына жету деген бір ұмтылыс. Басты кейіпкеріміз Маккуин өзінің мақсаты бірінші болу, жарыста соған ұмтылады. Енді еш уақытта жарысқа қатыспайсың. Мойында. Шынымен Найзағай Маккуин ойыннан кетпек пе? Қашан кететінімді өзім білем. Маккуин бірінші ең менімен бір мінездес дейтін жері, тұсы, ол әрқашанда позитивті көңіл күйде жүреді. Оптимист жігіт деп айтайын деп отырмын ғой, оптимист көлік. Мен өзімде өмірде сондай оптимист адаммын, позитивте жүргенді ұнатамын. Күшін кеміген мен, ақылың арта береді. Сізге менің көмегім керек, Маккуин мырза. Найзағай жарқ еткенше, жарыс сен үшін келдім, дауылпаз. Тоқтамай, қаша! Мен сомдаған метрдің мінез құлқы. Ешбір арам ойы жоқ. Аңқау, адал, жаман ойы жоқ та. Болады ғой бір алаңғасар, сондай бір ақ көңіл адамдар болады ғой. Өзімнің жолдастарымның арасында да ондай жігіттер кездесіп жатады. Осыланда өзіме ол қатты ұнады. Өте қызықты болды. Актерлармен жұмыс істегенде өте қызықты болды. Мэтр, Маккуин, жаңа кейіпкеріміз Крус Рамирес, Маккуиннің шәкірті. Бұны сомдағанда өте қызық болды, өйткені жас буынның өкілдері пайда болады. Олардың сөйлеу мәнері басқа, өмірге қойған мақсаттары басқа. Сондықтан тіпті осы 21 ғасырдың жастарының бір сөйлеу мәнерінде бір дұрыс берген сияқты. Метрдің өзі Американың өзі оңтүстігінен. Сондықтан да біз бұл жерде тағы да сол метрді кішкене оңтүстікке жақындаттық. Жаңа өздеріңіз білесіздер, ол жақтың да жаңағы жақсы сөздері бар. Эйбей дейді, ойдағыда деген сөздерді қолдандық. Батыстың мысалы незат деген сөздерін қолдандық. Сондықтан да осы жағынан келген кезде оның оңтүстіктен де батыстан да бүткіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен өзінің достары көп. Сондықтан да әрбір диалектті қолданып, сондай ұтымды шығады. Қаншама еңбек жасалынып жатыр, шын мәнісінде бұл жерде істеп жатқан кәсіби режиссер, осы дубляж саласында істеп жатқан керемет актерлар, майталман ең кәсіби деңгейдегі мамандар жұмыс істеп отыр. Сондықтан да бұл жерде сапа жағынан егер келетін болсақ, мен ешқандай күмәнім жоқ. Сондықтан да келіңіздер, көріңіздер, біз қуана сіздерді осы Көліктер 3 мульт хикаясына шақырамыз.